Саламатсыздар ма, 2-ші сынып оқушылары? Бүгін математикадан 26-шы сабақта орындайтын боламыз. Бірге есептер шығарайық. 26-шы сабақ айырмалық салыстыруға берілген есептер. Біз бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренетін боламыз. Бірінші есеп. Ағам 11 жаста, ал қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Қарындасым ағамнан неше жас кіші? Енді берілгеніне жазайық. Ағам 11 жас, қарындасым 6 жас. Табу керек бізде. Екеуі бір-бірінен қанша жасқа үлкен және қанша жасқа кіші екенін табуымыз керек. Енді шешуінде бірінші үлкен. 11-ден 6-ны азайтамыз. Жауабы 5. Ағам қарындасымнан 5 жасқа үлкен екен. Келесі кіші. 11-ден 6-ны азайтамыз. Қарындасым ағамнан 5 жасқа кіші екен. Жарайсыңдар балалар, келесі есеп. Балақайлар, естерінде сақтаңдар. Бір санның екінші саннан неше бірлікке артық немесе кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Естерінде болсын. Екінші есеп. Кестені пайдаланып есептер құрастыр. Шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Енді қарайық. Ағам 22 жас, қарындасым жасы А жас. Табу керек ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Шешуі 22-ден азайтамыз А-ны. Жауабы ағам қарындасымнан 22 азайтамыз А жасқа үлкен. Міне бізде әріпті өрнек түріндегі жауап шықты, е? Келесі, ағам В жас, қарындасым 5 жас. Табу керек қарындасым ағамнан қанша жас кіші? Шешуі В-дан азайтамыз 5-ті. Енді жауабы қарындасым ағамнан В азайтылған 5 жас кіші екен. Ал үшінші есепті балалар, осы екі есепке қарап шығарып көріңдер. Ол оңай болады деп ойлаймын. Келесі үшінші есеп. Әпкем 16 жаста, ал інім одан 9 жас кіші. Інім неше жаста? Енді бізде берілгені әпкем 16 жас, інімнің жасы белгісіз, бірақ 9 жасқа кіші. Табу керек інім неше жаста? Шешуі 16-дан 9-ды азайтамыз. Жауабы 7. Сонда бізде інісі 7 жаста екен. Жарайсыңдар балалар, келесі есеп. Есепті шығар. Ағам 29 жаста, ал әпкем одан 5 жас үлкен. Әпкем неше жаста? Енді берілгенде ағам 29 жаста, әпкемнің жасы белгісіз, бірақ 5 жасқа үлкен. Шешуі 29-ға қосамыз 5-ті. Жауабы 34. Жауабы әпкем 34 жаста екен. Жарайсыңдар балалар. Бесінші есеп. Теңдеуді шеш. Бірінші теңдеу. Х азайтамыз 13-ті тең 38. Х тең 13-ке қосамыз 38-ді. Х тең 51-ге. 51-ден азайтамыз 13-ті тең 38. 38 тең 38. Балалар, теңдеу шығарған кезде жауабына қараймыз. Егер жауабы үлкен болса, онда 2 санды қосамыз. Ал егер жауабы кіші болатын болса, азайтамыз. Келесі 52-ден азайтамыз х-ті тең 28. Х тең 52 азайтамыз 28. Х тең жауабы 24-ке. 52-ден азайтамыз 24-ті. Яғни х-ті тауып алдық, сол х-тің орнына санын қоямыз. Жауабы 28. 28 тең 28. Келесі 25-ке қосамыз х-ті тең 63. Х тең 63 азайтамыз 25. Х тең жауабы 38. Біздің х-іміз 38-ге тең болып тұр екен. Демек 38-ді х-тің орнына қойып жазамыз. 25 қосамыз 38 тең жауабы шығады 63. 63 тең 63. Жарайсыңдар балалар. 6-шы есеп. Ауылда 17 досым бар, ал қаладағы достарымның одан 8-і артық. Қалада неше досым бар? Ауылдағы досымыз 17, ал қаладағы досымыз белгісіз, бірақ 8-і артық екен. Бізде табу керек қаладағы достарымның саны. Шешуі 17-ге қосамыз 8-ді тең 25. Балалар, егер артық деген сөз болатын болса, онда қосамыз. Ал кем деген сөз болса, азайтамыз. Жауабы қалада 25 досым бар екен. Келесі есебі. Қалада 25 досым бар, ал ауылда 17 досым бар.
Ауылдағы достарымның қаладағыға қарағанда нешеуі кем дейді. Кем деп тұр, яғни азайтамыз. Қаладағы досымыз 25, ауылдағы досымыз 17, табу керек нешеуі кем. Шешуінде 25-тен 17-ні азайтамыз. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Жауабы 8. Жауабы ауылдағы достарым, қаладағы достарымнан 8-і кем екен. Жарайсыңдар балалар, келесі есеп. Енді өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте дейді. Ең алдымен екі екеуден бөліп жақшаға алып алайық, я? Бірінші 22-ге 17-ні қосамыз, жауабы 39. Келесі 38-ге 24-ті қосамыз, 62. Енді осы шыққан сандарды қосайық, 39-ға 62-ні қосамыз. Жауабы 101. Бірінші есебіміздің жауабы 101 болады екен. Екінші есеп, бұл есепте де жақшаға алып, жақшаның ішіндегілерді бірінші орында балайық. 28-ге 40-ті қосамыз, 68. 10-ға қосамыз, 12-ні, жауабы 22. Үшінші енді шыққан теңдіктерді қосайық, 68-ге 22-ні, жауабы 90 болады екен. Жарайсыңдар балалар, екінші есептің жауабы 90 болды. 8-ші есеп, сызба бойынша есеп қарастыр, оны шығар. Енді сызба бойынша есеп қарастырып көрейік. Амина жарыстан 80 ұпай, ал Ардақ одан 27 ұпай кем жинады. Ардақ қанша ұпай жинады? Амина 80 берілгенінде. Ардақ белгісіз, бірақ 27-сі кем екен. Табу керек, Ардақ неше ұпай жинады? Шешуі 80-нен азайтамыз 27-ні, жауабы 53. Балалар, егер кем деген болса, азайтамыз, ал артық деген қосамыз. Ұмытпаңдар, жауабы Ардақ 53 ұпай жинады. Жарайсыңдар. 9-шы есеп. 1-ден 100-ге дейін 7 цифры неше рет кездеседі? Балалар, бірге санайық. 7, 17, 27. Көрдіңдер ме? Осылай берілген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рет кездеседі екен. Себебі 77 деген санда 2 7 кездеседі. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Сау болыңдар.